бас жүлдені тапсырды, маған тапсырды. Байқап отырған шығарсыздар, барлық қазылардың 10 деген ұпайына ие болған жалғыз термеші, үлкен талант екен, уатқан шаттық Алматы қаласынан. Осының сыртында жаңа айттым, 3-4 қараша күндері алтын домбыра болады. Республика сарайында сол үлкен өнер додасына 2 термешінде қосайын деп уәде бердім. Біреу осы уатқан шаттық, айтыстың арасында халыққа өнер көрсетіп адамның арасында. Біреу Эльвира Есназар бірінші орындағы. 3-4 90 күндері өтетін алтын домбыраға кеп қатысыңыздар. Ол да үлкен жүлде деп есептеймін, соншама адамдардың сол. Қолдан келген осы басшыға. Қадірлі ағайын, баршаңызға алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Жүлделеріңіз құтты болсын. Әр күніңіз нұрлы, жырлы, тәуелсіздігіміз баянды болсын ағайын. Өлеңнің тойында, өнердің тойында қайта жолыққанша күн нұрлы болсын.